ММАдан çıksın. 20 rauндқа мына чайқаймын. ММАдан шығып көрсінші мен. 20 раунд мына сүдіреймін. Мұхит. Марсель! Қайдасың, бауырым? Марсель, можно тебя в ринг? Центральноазиатского региона и не только Марсель Нурланбекулов. Марсель, ассаламу алейкум. Ты помнишь, мы разговаривали, Мухит Агай, так сказать, хотел отомстить за Еркебулана Тохтара и подраться с тобой. Ты после того, как услышал это, сразу же изъявил желание. Подскажи, каков твой настрой? Ассаламу алейкум, Қазақстан! Қазақстан Еркебуланды ұтқаныма довольный. Неге дегенде 80% Қазақстан мені қолдады, қазақ-қырғыз бір туған. Қазақстан, мен сілерді жақсы көрем. Никогда не бывает плохой нация, бывает плохой люди дейді. Ошол себептен қарапайым қазақ елін мен сыйлайм, мені өте жақсы қолдап жатат. И бұл жақта Мұхит аға, білесіңер, мастер спорт, бокс, и бокстан олимпиадаларда қатышам деп жүрген адам. Мен таза борецмін, күрөшкен адам келіп, уже боксерлорды ұтып, қиынап атат. Ошол себептен боксерлордың бардығы бұзып таштап атат. И Мұхит аға 30 жаштамын, 39 жаштамын дейді. Кийинген истили данбала болуп калды. Аға. 2 раунд Мұхит ағай. 2 минуттан 3 раунд боксасақ деді. Құдай қаласа жекпе-жекке шықсақ. Мен бұған айттым. 5 раунд 3 минуттан дедім. Бұл айтады, маған гонорарды көбейтсін дейді. Маған гонорар қызық емес, маған халқымның ризашылығы керек. Мен бокстан түшіп атам, и боксерлор мастер спорт бокс, и международный мастер спорт бокс. Мен бокстан түшіп атам, и боксерлор мастер спорт бокс, и международный мастер спорт бокс. ММАдан çıksın. 20 rauндқа мына чайқаймын. ММАдан шығып көрсінші мен. 20 раунд мына сүдіреймін. Мұхит ағаны мынай, полды арчиып, Мұхит ағаны клетканың сыртында сыйлайым, içinde сыйлабаймын мен сізді. Сыртқарға шыққанда сіз менің ағам болушыңыз, клетканың içinde соперниксіз. Достар, Болды.